Сәлем достар, бүгін біз сіздермен үйде отырып қандай жұмыстармен айналысуға болатынын айтатын боламыз. Мысалға, әйел адам декретте ешқайда шыға алмайды, бірақ ақша тапқысы келеді. Ондай жағдайда не істейміз? Ең бірінші орында курс сатып алып, және де сол курсты перепродать етуімізге болады. Ол өзімнің басымнан өткен жағдай. Мысалға, мен YouTube курсын сатып алдым, және де сол курсты өзім жақсылап оқып, үйреніп алғаннан кейін басқа кісілерге сату арқылы ақша таптым. Бірақ ол сол заманның актуальный темасы болу керек. Яғни мен дәл қазір қайдағы жоқ бір ескі заманның темасын алып сата алмаймын. Қазіргі заманға сай актуальный теманың курсын алып сатуым керек болады. Және де ол курсты сатып алғаннан кейін ол өз-өзінің ақшасын ақтау керек. Мысалға айтсам, мен YouTube курсын 8.000 теңгеге сатып алдым. Және де оны оқыдым. 3 ай уақытым кетті оны оқып, зерттеп, қай функция қандай мағына беретінін барлығын білуіме. Барлығын біліп алғаннан кейін, мен оны жайлап, ақырындап өзімнің окружениеме сата бастадым. Басында менің курсымда сол курсты сатып алған адамдардың ішіндегі адамдар сатып алды. Яғни, мен сияқты басқа адамдар сатып алған, бәрімізді бір группаға жинаған, солар сатып алды. Одан кейін мен ақырындап таргетке бердім. Ол кезде бізде TikTok қатты дамымаған болатын. TikTok десе елдің бәрі ұят, анандай деп ұят санайтын болған. Сол себептен біз Facebook таргетке жібердік. Таргетолог маманы таптым, бір арзанға таптым. Ол кезде өзінің услугасы 3000 теңге болатын. Еще плюс долларға төлейсің, яғни бюджетный ақшаға төлейсің. Сондай таргетолог таптым да мен соған таргет жүргіздім. Таргет жүргізіп бастадым. Сосын мен білдім, что маған жалғыз істеу қиын екенін. Серіктес таптым, солай мен жұмысым жүріп кетті. Серіктестермен бірге істедім, таргетті бірге жүргіздік. Мен айтатын едім, егер сіз декретте болсаңыз, серіктеспен бірге жұмыс жасаған өте ыңғайлы. Неге? Потому что сіздің балаңыз ауырады, сіз балаға қарауыңыз керек болып қалады, больницаға бару керек болып қалады. Сондай кезде сіз серіктесіңізге смело тапсыра бересіз. Сен қарай салшы деп, немесе ода сондай жағдай болған кезде серіктесіңіз сіздің орнына, сіз оның орнына деген сияқты. Солай курс сатуыңызға болады. Егер де сіз курс сату және де қалай оны дамыту керегін білмей жатсаңыз, маған хабарлассаңыз болады. Мен ешқандай ақысыз, тегін сізге айтып беретін боламын. Разбор жасап беремін, мысалы, осын сатыңыз деген сияқты. Бірақ бір минусын айта кетейін, курс сатудың ең үлкен минусы сіздің уақытыңызды алады. Например, сіз курс сатсаңыз 24/7 хабар беремін деп айтсаңыз кісіге, оны орындау керексіз. Яғни сізге түнде де күндіз де жазса, сіз жауап беруіңіз керек. Осы жағы қиын. Және де екіншіден онлайн болса да адамдармен сөйлесу өте адамның энергиясын алып қоятын, жеп қоятын жұмыстардың бірі. Енді әртүрлі адам болады, орысша түсінбейтін, қазақша түсінбейтін деген сияқты. В общем, адамдармен сөйлесу былайша миды жеп қояды. Осы курс сатумен айналыссаңыздар болады. Және де мен омен таза 2 жыл айналыстым. Табысы жақсы. Келген адамдармен сөйлесіп, өзінің кәсіби маман екенімді білдіріп, солай хабарласып отырсаңыздар өте жақсы. Жақсы, онда келесі жолы басқа варианттарын айтатын боламын.